Бүгін Excel программасымен жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сендермен танысатын материалымыз Excel программасындағы кіріктірілген функциялар. Кіріктірілген деген сөз қалай түсінеміз? Ол осы программаға енгізілген, яғни осы программамен әрқашан бірге жүреді. Функциялар Excel программасында жұмысты жеңілдетеді. Оған ең қарапайым мысал, біз бірнеше сандар жазайық мысалы. Мынандай. Енді осы сандардың бәрін қосындысын шығару үшін мына жерге осы қосындыларды жинау, осы сандардың мәнін қосындысын жинауға арнайы формула жазуымыз керек. Формула сендер алдыңғы сабақтарда видеолардан көріп танысқандай, әрқашан тең таңбасынан бастап жазылады. Одан кейін осы ұяшықтарды тізбектеп көрсетеміз. Біздің алғашқы санымыз 4 деген санымыз Б және Б таңбасы мен екінші жолдың қиылысында тұр. Яғни бұл ұяшық B2. Біз пернетақтадан B2 ұяшығы деп жазсақ болады. Келесі B3-те тұр. Немесе тінтуірмен осы ұяшықтарды баса салсақ болады. Тең ұяшық қосу, келесі ұяшық қосу, келесі. Бұл жағдай бізге ыңғайлы болады себебі біз үшін Excel жазып беріп жатыр. Не мына ұяшықтар. Және де Excel программасы біз формула жазу барысында жаңылмас үшін мына формулаға енгізілген ұяшық адрестерін неше түрлі түстерге бояйды. Тиісінше сол ұяшықты да осы түске бояйды. Мәселен, B2 бізде көк түспен боялып тұр. Тиісінше сол B2 ұяшық көк түспен қоршалып тұр. B3 жасыл, ұяшықта жасыл. B4, B5 осылай жалғаса береді. Формула жазып болған соң пернетақтада Enter пернесін баса саламыз. Нәтижесінде бұл сандардың қосындысы 870 екен. Біз бұл сандардың қосындысын формула жазбай-ақ көргіміз келсе, тиісті ұяшықтарды белгілейсіздер дағы, қалып күй жолынан көрсеңіздер болады. Сумма 870. Белгіленген мәліметтер 9 бал. Яғни 9 сан белгіленді. Олардың орташа мәні 96,6 десе болады. Енді біздің тақырыбымыз функциялар болғандықтан, функциялардың көмегімен мен жаңа айтып кеттім. Формула жазуды жеңілдетуге болады.